Қайырлы күн. Бүгін біз сіздерге қалай ешқандай аудиториясыз, үлкен ақшасыз 4 күн ішінде 1.650.000 теңге выручка жасағанымызды айтамын. Және де дәл осылай 4 күн ішінде біз с нуля 500 подписчик жинадық. Басында бізде не болды? Бізде ниша трейдинг аудиторияның әбден көңілі қалған ниша, себебі өте көп инфо-цыгандар, сапасыз курстардың кесірінен аудитория қазір былайша айтқан кезде бұл нишаға қатты сенбейді. Яғни эксперттерден курс алуы, бұл эксперттерге деген довериясы өте қатты төмендеп кеткен. Және де біздегі эксперттің сторис охваты 150 болды. Яғни сториста бізде тек қана 150 адам қарайды, ал телеграм каналында 120-140 подписчик болды. Бұрын мүлде курс сатылмаған, ешқандай кейстар, ешқандай отзывтар жоқ, ешқандай обучение өтілмеген, шәкірттері болмаған. Және де нарықта қазіргі кезмен салыстырғанда басқа конкуренттерде бұл кісіге қарағанда өте көп ресурстар бар. Яғни ақша жағынан, былайша айтқан кезде подписчик жағынан, қалай кезде курсын сатқанда да ол адамдарда бізге қараған кезде өте көп преимуществолар болды. Және де ешқандай команда болған жоқ, тек қана мен және де сол кісімен бірге осы запусты жасап шықтық. Яғни 4 күн ішінде осындай результатқа жеткен болатынбыз. Енді бірақ басында бір ғана заттар айқын болды. Яғни бізде осындай заттар болмаған болса, мына заттар тағы да проблеманы одан әрі ушықтыра түсті. Яғни қазір нарықта курс сатуға бойынша ең қиын бір кездер болып жатыр. Яғни көптеген эксперттер, продюсерлар тіпті инфобизнестен кетіп, қазір инфобизнес өлді деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Және де адамға, аудиторияға сату бұрынғыға қарағанда 5 есе көбірек аргументтерді қажет етеді. Яғни бұрындары біз тек қана прорывте кішігірім ғана аргументтер айтатын болсақ, қазір әртүрлі эмоционалды түрде немесе басқа больдарына басу арқылы көптеген техникаларды, көптеген аргументтерді айту арқылы, ол адамның сеніміне кіру арқылы сату қажет. Және де мәжбүрлі түрде, егер де біз жақсы результат алғымыз келетін болса, онда воронканың әр этабы x5 есе күшейтілу керек. Яғни бізде воронкамыз креативтан кейін Instagram подписка жасалатын болса, осы аралықтың өзінде бізде x5 есе күшейтілуі қажет. Және де бізде ең маңызды зат гарантиясыз, ешқандай уәдесіз аудиторияға сату болды. Осы қиындықтарды жабу үшін мен не істей аламын деген бастапқыда сұрақ болды. Және де сол сұрақтың арқасында біз не жасап шықтық. Яғни точка Б бізде қандай болды. Level up деп минуста жүрген трейдерларды екінші деңгейге өсіретін курс жасап шықтық. Және де осы 4 күн ішінде 500 подписчик жиналды. Және де келесі 2-3 запусты жасауға болатын, былайша айтқан кезде бізде база қалыптасты. Алғашқы потокта 11 продажа болды, 1.650.000 теңге выручка жасалдық. Яғни бұл таза пайда емес. Эксперт ретінде тіпті басқа елдің үлкен эксперттері 15.000 подписчик бар, 10.000 подписчигі бар адамдар осы біздің экспертімізге жазып, курс бар ма деген сияқты бір кішігірім мониторинг жасап, ақырында бұл кісіні зерттей бастады. Яғни бұл біз үшін өте үлкен бір результаттың бірі еді. Себебі қазір нарықта кішкентай эксперт болып, үлкен эксперттердің өзі саған назар аударуы өте сирек кездесетін жағдай. Және де сен өте аз уақыттың ішінде бұлай бірден өсуін өте сирек, өте қиын. Сондықтан да үлкен эксперттер бізге бірден назар аударып бастады. Және де бір апта ішінде өте үлкен скачок жасалды. Аудитория бойынша да, ақша бойынша да, және де эксперт ретінде жеке брендін қалыптастыру бойынша да өте үлкен скачок жасалды. Енді қазір алдағы 20 минуттың ішінде сіздерге кез келген нишада нөлден бастап миллиондық запустарды қалай системно жасауға болатынын түсіндірем. Және де осы андай запустың выручкаларын қалай көтеруге болады. Яғни әр детальдар бізге запустың выручкасын көтеруге көмектеседі. Осындай кішкентай ғана микро детальдарды қалай жасайтынымызды сіздерге айтатын боламын. Аз уақыттың ішінде ноунеймнан үлкен бір экспертке қалай айналуға болады, осыны да айтып өтетін боламын. Бірінші этап. Қазір мен сіздерге осы запусты қалай жасағанымызды толыққанды айтып өтем. Және де сол момент барысында сіз өзіңізге қажетті болған, өзіңіздің запускыңызға қажетті идеяларды немесе инструменттерді алып кете аласыз. Первый этап бізде банально болса да өте маңызды этаптың бірі, себебі біз целевой аудиторияны зерттеп, сол бойынша продуктын жасадық.
Биздегі аудитория бұрын трейдинг курсын оқып, бірақ минуста жүрген аудиторияны таңдап алдық. Яғни көптеген эксперттер өздері новичоктармен ғана жұмыс жасайтын болса, біз именно базасы бар адамдарды алдық. Себебі трейдинг курстары бір соңғы 2-3 жылдың ішінде активно сатылып жатыр. Яғни тек қана новичоктармен өте көп эксперттер жұмыс жасап жатыр. Демек, базасы бар, бірақ та минуста жүрген трейдерлар өте көп болып кетті. Бірақ оларға арналған контент, оларға арналған курстар нарықта жоқ. Демек, біз бұл проблеманы шеше аламыз. Яғни целевая аудитория бізде өте жақсы таңдалды. Және де большая идея плюс офер. Яғни бізде большая идея деген инструмент бар. Маркетингті өздеріңіз білесіздер. Сол инструмент пен офер қосылған кезде бізде өте жақсы продукт жасап шығуға болады. Яғни біз үлкен проекттар жасамай-ақ продуктымызға былайша айтқан кезде очередь қалыптастыруға болады. Бұл бізге точный лид магнитпен продуктын жасауға көмек берді. Яғни целевой аудиторияны дұрыс анықтап, смыслдарын шығарып алу бізге лид магнитті өте жақсы пайдалануға көмек берді. Және де бұл лид магнит арқылы біз 500 подписчикті оңай жинап алдық. Аудиториядан алған смыслдарды воронканың әр этаптарында қолдандық. Сол арқылы бізде байқасаңыздар 4 күн ішінде аудиторияда жиналды. Холодный аудиторияға біз вебинар саттық бередім. 4 күнде сразу продажалар жүріп кетті да, біз солдавотпен жаптық. Яғни аудиторияның проблемаларын білуге нативный сұрақтар қойып кері байланыс алдық. Первый этап бұл. Яғни Telegram каналда аудиториямен тығыз байланыс жасай отырып, әрбір адамның жазған комментарияларын, әрбір адамның ситуацияларын біз өзімізге қажетті материал ретінде жинап отырдық. Және де продукт бізде қандай болды? 5 күндік аудиторияның проблемасын реально шешетін продукт жасап шықтық. Яғни бізде эксперт шынымен де өте мықты, топовый эксперт, стратегиялары, трейдингтен алған результаттары өте мықты. Соның арқасында біз 5 күн ішінде результат жасауға болатын продукттын жасап шықтық. Курстың бағасы 120 000 теңге ретінде қойдық. Және де бұл жердегі біздің ең үлкен плюсымыз біз үшін. Біз обязательстволарымызды 5 күннің ішінде орындап шығамыз. Яғни 5 күннен кейін біз жаңа потокты оқытып шығаруға мүмкіндігіміз бар. Яғни 1 ай, 2 ай бойы біз бір адамдармен ұзақ уақытымызды жоғалтып алмауға көмектеседі. Бұл бізге точный лид магнитпен продуктын жасауға көмектесті. Екінші этап бізде воронка. Яғни қандай воронканы қолдандық? Бізде алдымен лид магнитке трафик жүрді. Яғни лид магнитті өте жақсы жасап алғаннан кейін, аудиторияны білгеннен кейін бізде цена лида примерно 20-30-40 центтен келіп отырды. Біз почти $40-50 жұмсап 500 подписчик жинауға көмектесті. Одан кейін бізде аудитория бірден Telegram каналға өтіп отырды. Біз Telegram каналда күнделікті жаңа лид магниттар беріліп отырды. Лид магнит ретінде бізде плюс әртүрлі сигналдар болды. Яғни трейдингпен айналысатын адамдар біледі. Бізде сигналдар өте жақсы көмек береді. Одан бөлек бізде Telegramға адамдар түскеннен кейін прогрев жүріп отырды. Және де прогревтен кейін біз тегін сабаққа шақырдық. Ары қарай тегін сабаққа келген адамдармен Телеграмда отырған сабаққа келмеген адамдарға күнделікті прогревающий контентпен бірге полезный контент берілді. Одан кейін анкета предзаписи қойылып, біз ол кісілерге прямой продажа арқылы шығып сатып отырдық. Бұлай қараған кезде негізі өте оңай воронка. Бұл жерде бізге қатты көмектескен заттар тек қана лид магнит. Получается, біз аудиторияны дұрыстап зерттегеннен кейін лид магнитті дұрыстап жасадық, и все, ары қарай ешқандай қиындығы жоқ. Прямой продажа арқылы перепискамен саттық. Ешқандай звонок арқылы болған жоқ. Тупо переписка арқылы аудиторияны продажаға алып келдік. Және де осындай нарықта қолданылатын воронкалардың көптеген тізімі бар. Оны алу үшін маған Instagramға 5 деген санды жіберетін болсаңыз, мен сізге осындай стратегиялардың тізімін пошагово жазылған, өте түсінікті тілде көрсетілген картаны жіберетін боламын. Соның ішінен өзіңізге ыңғайлы келетін аудиторияңызға, ресурстарыңызға, бюджетіңізге байланысты қолдануға болатын стратегияны, воронканы алып, өзіңіздің запускыңызды жасай аласыз. Одан кейін бізде лид магнит клиенттің сатып алу циклін азайтып конверсияны 30%-ке көтерді. Яғни бұл жерде презентацияны көрсеңіздер, біз каждый сигналдарды, лид магниттарды бергеннен кейін өзіміздің беретін, яғни продуктыда болатын стратегияны, фишкаларды қосымша айтып отырдық. Және де әр адамға эффективно әсер ету қажет. Дайрект арқылы, Telegram арқылы, чат арқылы.
себебі бізде аудитория өте аз. Біз 2000 адаммен, 5000 адаммен, 10.000 адаммен жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Сондықтан да бізге әрбір адам маңызды. Сондықтан да біз әр жазған 100 подписчикке, әр жазған 5-ші подписчикке, 10-ші подписчик болсын, біз оларға тікелей не қажет, біз оларға қандай проблемалар бар, әр адамның кім екенін, немен проблемасы болған, кімнен оқыған, қазір қандай результаттар бар, қандай точка А, қандай точка Б қалайды. Получается, біз осы 100 адамды толыққанды жаттап алдық. Себебі біз именно сататын адамдар тек осылар болғандықтан оларға қалай, қашан, қандай способтармен сату керектігін білуіміз қажет. Егер де сізде аудитория аз болатын болса, сіздегі бар аудиторияның барлығын каждый Telegram болатын болса, Telegram'на кіріп қарап мониторинг жасап шығыңыз. Instagram болатын болса, Instagram'на кіріп мониторинг жасап шығыңыз. Себебі бұл сізге аудиторияңызды четко тануға, оған қалай әсер етуге болатынын білуге көмектеседі. Және де бізге осындай результат жасауға не әсер етті? Instagram мен Telegram'да әртүрлі сюжетный линиямен прогресс жүріп отырды. Бұл ешқандай бір қиындық тудыратын зат емес. Барлығы жасап жүрген обычный прогресс тек қана Instagram мен Telegram'да екеуі әртүрлі болып жүріп отырды. Соның арқасында бізде Instagram'да да, Telegram'да да активность көтерілді. Аудиториямен достық қарым-қатынас құрып алдық. Яғни біз оларға сату позициясында емес, достық көмек беру позициясында жасалғандықтан бізде аудиториямен өте жақсы лоялды бір достық қарым-қатынас құрылды. Instagram мен Telegram'да әр этап сайын бізде өте көп call to action болды. Яғни біз Telegram'да немесе Instagram'да lead magnet беретін болсақ, кез келген стористе бір зат жасайтын болсақ, біз міндетті түрде call to action қойып отырдық. Яғни Instagram'дан Telegram'ға өтіп кетіңіз, lead magnetті до конца көріп шығыңыз деген сияқты. Немесе мына зат сізге пайдалы болады, мына затты сіз мына жерінде мынандай заттары бар, мына жеріне дейін білуіңіз қажет деген сияқты бір іс әрекеттерге шақырып отырдық. Одан кейін Instagram аудиториясын Telegram'ға перегонять етіп отырдық. Яғни Instagram'да стористар арқылы примерно күніне бір рет немесе 2 рет біз келген аудиторияны Telegram'ға апарып отырдық. Себебі біздің барлық лид магниттеріміз основная прогресс бізде сол жерде жүріп отырды. Сондықтан да бізде Telegram өте маңызды бір платформаға айналды. Соның арқасында бізде Telegram каналдың өзінде қазір 640 подписчик бар. Және де триггер ограничение, упущение возможности триггерларын өте жақсы қолдандық. Себебі бізде тек қана орын санымен ғана шектеуден бөлек, біз бұл трейдердің, бұл эксперттің курс жасауға қатты бір желаниясы жоқ екенін, және де біз бұл поток шынымен де соңғы болып қалуы мүмкін екендігін көрсете алдық. Соның арқасында бізде лид өте көп түсті, және де үлгермеген адамдар шынымен де келесі поток болса, келесі поток болатын болса, мен предалпада қалдырамын деген сияқты өте көп сообщениялар келіп бастады. Және де бұл трейдинг болғандықтан бізде әртүрлі сделкалар жүреді. Және де эксперт өзінің сделкаларына қалай кірді, қалай шыққанын барлығын ашық көрсетіп отырғандықтан біз эксперт ретінде ол кісінің білімін және де идеясын, стратегияларын сата алдық, аудиторияға жеткізе алдық. Және де ажиотаж арқылы қаншама адамдар бізде курс сұрап жатқанда әр адамды біз скриндарын жасап бір картина шығарып, яғни ажиотажды көрсетуге максимально тырыстық. Себебі бізде аудитория аз болса да біз өте көп активностьқа жете алдық. Соны және де аудиторияның бізге деген лояльностін, бізге деген курсты алуға деген ниетін адамдарға барынша көрсеткен арқасында біз олардың алдында шынымен де эксперт ретінде көріне бастадық. Себебі біз бір адамды, көп адам, мысалы, мықты эксперт ретінде танитын болса, және де мықты эксперт ретінде мойындайтын болса, ол басқалары да сол адам туралы дәл сондай пікірге көше бастайды. Сондықтан да біз үшін ажиотаж жасау, қаншама адамның мойындап жатқанын көрсету өте маңызды болды. Және де аудиторияның сегменті өте дұрыс таңдалды. Себебі неге? Біз егер де новичоктарды қайтадан таңдап алатын болсақ, онда біз қаншама конкуренттерді, бізде мықтырақ конкуренттерді, ресурстары көбірек конкуренттермен былайша айтқан кезде бір нарықта жүретін еді. Бұл бізге өте тиімсіз. Және де
бос жатқан аудитория өте ұзақ уақыт бойы өзіне былайша айтқан кезде шешім іздеп таба алмай жүр. Яғни сол адамдарға біз шешім беру арқылы бірден осындай результатқа жеттік. Және де Телеграмда әртүрлі форматтағы посттар жасалынып отырды. Соның арқасында бізде аудиторияны жалықтырып алмай активность ұстап тұруға көмектесті. Және де бізде лоб сатпай прорыв барлығы нативно жасалды. Яғни бізде аудитория өзіне сатылып жатқанын білетін болса, онда өзінде қорғаныс реакциясы пайда болады. Және де байқасаңыздар, қазір өте көп эксперттер болғандықтан, барлығы бірдей почти инструменттерді қолданғандықтан, аудитория қандай прорыв қолданатынын, инфоповодтарды қандай етіп жасайтынын барлығын біледі. Және де қандай этаптан кейін қандай нәрсе болатынын, вебинарда міндетті түрде сататынын біліп алғандықтан, уже аудиторияға біз лоб сатудан қарағанда нативно жасау өте қатты маңызды болды. Сондықтан да біз экспертті шынымен де эксперттілігін ең бастапқы моментте көрсетіп, одан кейін барып сіздердің ниеттеріңіз үшін ғана біз осы курсты жасап жатырмыз деген жақсы инфоповодпен біз алып келдік. Және де бізде бірнеше окно продаж болды, бірақ бірден солдаут жасалды. Яғни екінші окно продажының өзінде бізде солдаут болып, басқа запланированный окно продаждар бізге керегі жоқ болып қалды. Больдар, смыслдар әр постта, әр сториста аудиториямен байланыста қолданылып отырды. Яғни бізге аудитория тіпті дайректте жазатын болса да, біз сол смыслдармен, сол аудиторияға қажетті больдарын решать ете алатын сөздермен, өздері қолданатын сөздермен кері байланыс беру арқылы біз прорывать етіп отырдық. Яғни тек қана пост арқылы, тек қана бір стористар арқылы емес, дайректте де, чатта да, телеграм каналда да біз осының барлығын қолдандық. Және де $40 салып 500 подписчик әкелдік. Яғни аудиторияны толық білгендіктен, олардың қалай сөйлейтінін, қандай смыслдары оларға маңызды екенін білгендіктен, аудиторияны осындай өте арзан бағаға алып келе алдық. Енді продажа бізде қалай болды? Мына жерде бізде примерно қаншама лидтар телеграм каналдан телеграмға түсіп отырды. Яғни біз ол жерде примерно 52 лид алып келдік, соның 11-не саттық. Және де одан да көбірек сатуға мүмкіндігіміз болды, бірақ та біз экспертпен келісе келе осы адамдармен шектелеміз деп шештік. Және де тағы да бізге продажамызға кедергісін келтірген бірнеше факторлар болды. Мысалы, біз тек қана базасы бар адамдарды аламыз деп шештік. Соның кесірінен, мысалы, базасы жоқ, бірақ та трейдингпен айналысып жүрген адамдар да болды. Олар бізді курсты алғысы келсе де, біз оларға сатқан жоқпыз. Соның кесірінен бізде выручкамыз примерно 40%-ке точно төмендеп кетті. 10 адамнан кейін продажаны жауып тастадық. Соның кесірінен примерно біз 30-20 лид примерно бізде сатуға болатын потенциалды клиенттерге жауап бермедік, олар жауапсыз қалды. Және де чек өте төмен болды, бірақ екінші потокта біз ол чекті примерно 250 мың теңгеге дейін көтердік. Бірақ біз осындай результат жасап жатсақ та, басқаларында мүлде басқандай ситуация болып жатыр. Яғни бізден қарағанда 10 есе көп әрекет жасап, өте аз результат алып жатыр. Және де әртүрлі қиын воронкалар жасайды, бірақ та аяғында нәтиже жоқ. Яғни вебинарлар жасайды, әртүрлі лид магниттерді қолданады, автоворонкаларды қолданады, бірақ та бұндай результаттарды жасау ол адамдарда не получается. Нені қалай жасарын білмейді. Как будто инфобизнес өліп қалды деген бір иллюзияда өмір сүріп жүр. Яғни өз-өзін ақтап, осындай бір инструменттер жұмыс жасамай жатқаны, өзінің білімі көмек бермей жатқанын осындай факторларға жауып жатыр. Және де конкуренттеріне қарағанда запусктарына олардікі сияқты ресурс жоқ. Яғни дәл біздікіндей. Біздің конкуренттерімізге қарағанда бізде ешқандай ақша жоқ, вложение салуға, бірден сатуға аудитория жоқ. Яғни біздің басқа эксперттерімізде примерно тарифке миллион теңге, 2 миллион теңге болатын болса, бізде ол да жоқ. Аудитория, мысалы, ол кісілерде 10 мың, 20 мың аудитория болатын болса, бізде ешқандай аудитория жоқ. Получается, біз нөлден бастап осылайынан эксперттілігімізді көрсете алдық. Нақты жұмыс жасайтын стратегия жоқ. Уже бәрін жасап көріп шаршаған. Яғни қазір байқасаңыздар, эксперттерде, продюсерларда нарықты
сезіне алу деген заттар болып жатқан жоқ. Соның кесірінен олар нені қалай жасарын, қандай стратегия қолданарын, немесе бір стратегияларды, бір белгілі бір әрекеттерді жасап бастаса, келесі қандай этапқа өту керектігін білмейді, немесе сол моментте басқандай қателіктер жасап қояды. Сондықтан да олардың запустары қазір өте қатты результат бермеуде. Бұл проблеманың себебі базаның дұрыс еместігінде. Себебі сізде база дұрыс болмағандықтан қандай кезде, қандай заттарды, мысалы қандай ресурстармен, қандай стратегияны қолдануды сіз дұрыс біле алмайсыз. Немесе сіздегі бар аудиторияға сіз қалай сату керектігін дұрыс білмейсіз. Немесе воронканы өзіңіз жасап шығып, оны қалай смыслдармен толықтыру керек екенін, қандай ол жерде идея беру керектігін сіз дұрыс жасай алмайсыз. Соның кесірінен де сізде осындай проблемалар болып жатыр. Былайша айтқан кезде сізде база дұрыс қаланбағандықтан, бастапқы моментте дұрыс білім алмағандықтан, немесе дұрыс тәжірибеден өтпегендіктен осындай проблемалар болып жатыр. Нәтижесінде сізде воронка болса да, сіз смыслдарды және сатуға әсер ететін ключевой этаптарды қолдана алмайсыз. Басыңызда четкий сценарий жоқ, запустағы әр этап қиналатын кішкентай задачалар көп. Яғни сіз стратегияны қандай этаптар болу керектігін прекрасно білесіз. Мысалы, таргеттен кейін Инстаграмға жіберу керек, Инстаграмда бот болу керек деген сияқты стратегияны өте жақсы білесіз. Бірақ ол жердегі сөздері, қандай смыслдар болу керек, қандай идея болу керек, аудитория не алу керек, және де не сезіну керек деген заттарды сіз білмейсіз. Бізге тек стратегиямен жұмыс жасауды үйретті, бірақ продажаға әсер ететін маңызды фишкалар мүлде айтылмады. Бірақ бұл проблеманы бір сағаттың ішінде шешуге болады. Яғни төменде мен сіздерге анкета қалдырып кеттім. Сол анкетаны толтыру арқылы сіз дәл осындай форматтағы разборларға, яғни бұрындар жасалған запустарға, немесе қазір жасалып жатқан запустарға близкие друзья форматында разборлар ала аласыз. Яғни ол жердегі ақпаратты және де жасалып жатқан заттарды көріп, нарыққа анализ жасап, өзіңіздің запустыңызға қолдана аласыз. Екіншіден, эксперттер мен продюсерлардың жабық каналына кіресіз. Ол жерде де сіз нарықта болып жатқан заттарды сезініп, өзіңізге қолдана аласыз. Және де өз ситуацияңызға байланысты 1 сағаттық разбор ала аласыз. Бұл анкета бізде қазір описание бөлімінде тұр. Толтырып, бірден сіз близкие друзья форматына кіріп, басқа да бонустарды ала аласыз. Бұл дайын шешімдер арқылы сіздің қарқынды өсуіңізге арналып жасалған формат. Яғни біз бұл жерде copy paste деген форматта жасап жатқандықтан, сіз келесіз, көресіз, сол затты алып өзіңізге жасайсыз, бірден результат аласыз. Сондықтан да төмендегі анкетаны толтырып, осы бонустарды алуға шақырамын.